Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Құрметті осында көрермендер, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Осман Зүн-Нурайн радиаллаху анху. Yani İslam tarixinдағы үшінші халифа, екі нұрдың иесі атанған Осман радиаллаху анху жайлы болады. Сіздерге естіліп тұрса бір естілді деп жаза салыңыздар. Естіліп тұрма сабағымыз сіздерге? Біз өткен алғашқы 2 аптада пайғамбарымыздың алғашқы халифасы Әбу Бәкір радиаллаху анху жайлы өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымыз одан кейін екінші халифа Омар ибн Хаттаб жайлы 2 аптада Рамазан айының Омар ибн Хаттаб жайлы тоқталып өткенбіз. Бүгінгі 3-ші халифа Осман ибн Аффан, яғни бұл кісі İslam dinine Müslümandардың қатарынан санағанда 4-ші адам болып İslam dinini қабылдаған. Әбу Бәкір радиаллаху анхуның себепкерлігімен иманға келген сахабалардың бірі. Осман радиаллаху анху Әбу Бәкір сияқты İslamға келмей тұрып, яғни мұсылмандықты қабылдамай тұрып та өте жәгі халықтың көңілінен шыққан жанашыры, сондай жәгі ізгі адамдардың бірі еді. Міне Осман радиаллаху анху Әбу Бәкірден кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан İslam жайлы нәсихатын тыңдап, İslamның нұрымен танысқаннан кейін бірден иманға келеді. Міне осы кезде жаңағы Әбу Ләхабтың ұлы Утба, яғни пайғамбарымыздың пайғамбарлығын жария ете бастаған кезде пайғамбарымызға қарсылығы ретінде өзінің жұбайы, яғни пайғамбарымыздың қызы Руқиядан ажырасады. Міне осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Руқия деген қызына Осман радиаллаху анху өзінің жары етіп некесіне алады. Кейін бұл Руқия анамыз дүниеден қайтқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екінші қызы Умму Күлсүм қызын өзінің некесіне алып, яғни İslam тарихында жүрушісі деген атқа лайық Омар ибн Хаттабты жағы бір өзінің екінші халифасы ретінде сыйлаған. Енді пайғамбарлардың бойынан табылуға тиісті 3-ші бір сипат бұл мейірім, яғни хилм дейміз, жұмсақ мінезділік, жанашырлық, яғни көркем ақылақтың бір барлығын бойына жинақтаған бір үлгісі бола білу керек. Міне осы үлгісі бұл Осман радиаллаху анху тарапынан жаңағындай көрініс тапқан. Міне сондықтан жаңағы әрбір халифасының бойындағы сипат бұл жалпы пайғамбарлардың бойынан табылуы тиісті сипаттар. Яғни пайғамбарымыз өзінің бойынан табылуы тиісті сипаттарды іске асыра отырып, соның тірі көрінісі ретінде міне осындай халифаларды да, яғни адамзаттың басына басшы етіп келуіне, яғни сол сипаттармен ерекшеленуіне
bir sebepkер болып кетті. Енді міне осы тұрғыдан Осман радиаллаху анхуның бойында бір 2-3 ерекшелігі бар. Соның бірі осы халим дейміз, яғни өте жұмсақтық, мейірімділік, ұяңдық, осындай бір ерекше қасиеті бар еді. Екіншісі жомарттық. Үшіншісі, яғни қоғамдағы проблема нәрселерді уақытында аңғарып, соны шеше білу, іскерлік дейміз. Міне осындай бір 3 сипаты бар еді. Біз енді соның біріншісіне тоқталатын болсақ, яғни Осман радиаллаху анхуның, яғни Осман радиаллаху анху қарсы тарапындағы адам егер ашық-шашық киінген, немесе былапыт сөз сөйлейтін, сондай дөрекі мінезді адам болса, Осман радиаллаху анху соның дөрекі қылығынан ұялып, өзінің көңіліндегі сөзін айта алмай қалатын. Яғни сондай бір өте биязы адам болған. Соның бір дәлелі ретінде пайғамбар бір хадисінде келеді. Бірде Айша анамыз жеткізеді, отбасымызға дейді, біреу келіп есік қақты дейді. Пайғамбарымыз бізден сұрады, бұл кім екен деп. Мен де Әбу Бәкір екенін айтқанымда пайғамбарымыз оның кіруіне рұқсат етті. Кейін Әбу Бәкір радиаллаху анху өзінің сұрайтындарын сұрап қайтты дейді. Кейін осыдан кейін Омар ибн Хаттаб келді, тура ол да сұрайтынын сұрап, жұмысын бітіріп қайтқаннан кейін үшінші біреуге бесік қақты дейді. Міне осы кезде пайғамбар бұл кім екен деп сұрағын қайталады. Мен де Осман радиаллаху анху екенін айтқан кезде пайғамбарымыз бірден жағалай сыртқа киетін киімдерін киіп реттеліп отырып кіруіне рұқсат етті дейді. Мен кейін Осман радиаллаху анху қайтқаннан кейін, я Расулалла, сіз өзіңіз үйдегі отырған қалпыңызды Әбу Бәкір келгенде, Осман келгенде өзгерткен жоқсыз. Енді Омар келгенде, Осман радиаллаху анху келгенде қалай өзгерттіңіз дегенімде, Османның яғни бойындағы биязылық, сондай әдептілік, көркем ақылағынан періштелердің өзі ұялады. Мен қалай ұялмай оған бір ыңғайсыз жағдай көрсетуім керек деген осындай бір өте Осман радиаллаху анхуның бойындағы жәгіндей әдеп ақылақтың өте жоғары деңгейде екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы бір хадисінде баяндап өткен. Енді біз бұл мәселе жалпы көпшілікке түсінікті мәселе деп ойлаймын. Сондықтан Осман радиаллаху анхуның иманға келгеннен кейін бұл кісі ислам тарихындағы ең елеулі шешуші істердің басы қасында жүрген адам. Енді осы мәселеге кішкене кеңірек тоқталуды жөн көріп отырмын. Соның бірі, бұл кісі өзінің жұбайымен бірге Абдурахман ибн Ауф, Зүбайр ибн Ауам, Мұсхаб ибн Умайр сияқты сахабалар ең алғаш иманға келген. Бұлардың әрбірі бай, бағлан, сондай бай тұратын сахабалар. Әрбірінің жаңағындай керуені, яғни Мединенің бір басына кіріп, екінші басына керуен шыққан кезде, керуеннің арты әлі қаланың екінші басына кіріп болмайтын сондай миллионер, сондай байлыққа ие сахабалар. Міне осы сахабалар Меккеде алғаш мүшриктер тарапынан мұсылмандарға қудалау көрсетіліп, қысым көрсетілген кезде бұлар алғаш Хабашстанға хижрет етті. Яғни діндерін сақтап қалу үшін. Сөйтіп ол жерде белгілі деңгейде көптеген мұсылмандардың тұрақтап табуына, кейін Мәдинаға көшкенге дейін сандарының артуына ықпал етті. Яғни бұдан нені көреміз? Яғни ислам діні қай кезде болсын, яғни осы ғасырлар бойы ислам дінінің кең таралып етек жаюына бір пақыр міскін кедейлер ғана емес, бізге көбінесе ислам тарихында былай түсіндіреді. Яғни Білал ибн Хабаш, тағы басқа сондай кең бағалы сахабалар арқылы, яғни ислам дінін қабылдайтындар, ислам дініне жаңа бет бұрғандар бір кедейлерден тұратын, құл күңдерден тұратын бір тап екені, яғни бұл дін дұшпандар тарапынан көп айтылатын мәселе. Бірақ сол исламның ең алғашқы кезеңінің өзі бірінші мұсылман
Ebu Bekir, Omar ibn Hattab, Osman radiyallahu anhu sındı adamlar bulardan her biri Mekke'deki abroylu, dünya mülkü köp, bay paçalar edi. Mine osunday adamlardan İslam dinine kelip, İslam dinine bir iyilik yetip, yani canaşır bolup basıqasında tabuluğunun, yani sonun sebepkerliginde İslam dini bugünkü jetip otur. Yani bugünkü deyinge her gasırda, yani İslam dininin keng nasihatlalığı yolunda osunday jağı ıqbaldı adamlar özünün ıqbalın tigizgen. Yani bizden qoğamda da sonday dinge canaşırlık tanıtатын sonra kaltalı azamatlarımız, belgili jağı lavazımdağı azamatlar da köp. Sonduktan bu İslam dinin kanday din degende İslam dini jalpı kanday taptağı adam bolsun, yani hakikatga canaşır bola biletin köz açık kökürek oyav azamatlardan ol meyle jağı bay bolsun, lavazımda bolsun, nemesi kedi bolsun, yani köz açık kökürek oyav ömürge aşıklıkpен karay alatın adamdardın dini ekenin osu Osman radiyallahu anhu sındı sahabalardın imaga kelip Peygamberimizin kasından tabuluğundan osu nersende angaramız. Yani endi ikinci osu Osman radiyallahu anhu ömründeki en elevli istegen isterinin biri bu Medine кезегindегі жаңағы Ruma kuluğu degen kuluktun аты бұл Rum. Бұл жаңағы еврейлердің, Yahudilerдің иелік etken kuluğu. Yani sol кезеңге дейін Medine halkında жалпы Medine қаласының ekonomikası бұл еврейлердің қолында болған еді. Yani егіншілік болсын, жаңағы базар болсын, қаланың ішіндегі мал шаруашылық болсын, сосын жаңағындай құлық сияқты жаңағы негізгі халықтың қажеттілігі күнделікті туындайтын осындай кіріс көздерінің барлығы бұл жаңағы яһудилердің қолында еді. Yani Arap халқы сол уақытқа дейін жаңағы Рум құлығы деп аталады. Сол құлықтың иесінен бұлар жаңағы чөлді дала болғандықтан көп жағдайда кішігірім құлықтардың суы ашты болады, тұзды, немесе жаңағыдай суы шықпай қалады. Міне осындай кезде ең бірден бір үлкен құлық осы Рум құлығы еді. Осы құлықтан бұлар су алуға, яғни Яһудиден айтқан бағасына суды сатып алып ішуге мәжбүр болатын. Yani белгілі деңгейінде Мәдина халқы бірнеше адамның қолына қарап өмір сүретін десек те болады. Yani жаңа монополиялық жолмен өздерінің ықпалын жүргізіп тұрған кезең болатын. Міне осындай бір кезеңнің қиын бір қысылтаяң кезі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның кезеңінде де, яғни сахабалар кезеңінде де бұл нәрсе қайталанады. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мәдинадағы мешітке сахабаларды жинап алып, "Я асхабым, мен сіздерге бүгін маңызды бір мәселе жайлы, яғни тапсырыс бергім келіп тұр. Кім орындауға лайық?" дейді. Сөйтіп айтады, "Міне мұсылмандар бүгін су ішуге, яғни Мәдина халқының су ішуге зарығып жатыр. Жаңағы Рум құдығына ғана қарап отырмыз. Сол құдықтың суын, құдықты кім сатып алып, осы халықтың бір қажеттілігін, проблемасын шешуге кім дайын?" дейді. Міне осы кезде Осман радиаллаху анху бірден жаңағы мешіттегі жиналыстан шығып, Рум құдығының иесіне барып, жаңағы Яһудиге құдығын сатып беруді өтінеді. Бірақ жаңағы Яһуди енді ол кіріс көзі, жаңағыдай күнде мыңдаған ақша түсіп тұрған кіріс көзін адамның сатуы мүмкін емес, білесіңдер. Енді бірден сата қоймайды адам. Сол кезде Яһуди айтады, "Жоқ, мен бұл құдығымды сата алмаймын. Себебі мен сату ойымда болған жоқ" дейді. Міне осы кезде Осман радиаллаху анху, "Мен сізге айтқан бағаңызды да ақша төлеуге ризамын. Ең болмағанда маған құдықтың бір бөлігін, яғни жартысын сатып берсеңіз" дейді.
Yani birden көп ақша ұсынғалы тұрған адамның ақшасына қызығып Яһуди, онда сен 20.000 динар, яғни 20.000 динар дегеніміз алтын ақша. Қазіргі ақшамен есептегенде мүмкін 20 миллион, мүмкін 20.000 доллар. Сондай бір өте жаңағындай көп ақша. Міне осы кезде жаңағы бір динарға сол кезден қазір бір есептеп отырыңыздар, өздеріңізге түсінікті болу үшін. Бір түйе сатып алуға болады, яғни бір құрбандық. Сонда 20.000 түйе беріп, Осман радиаллаху анху жаңағы құдықтың жартысын сатып алады Яһудиден. Сөйтіп енді бір күнгі судың кірісі Османға тиесілі болады да, екінші күнгі судың кірісі жаңағы Яһудиге тиесілі болады. Міне осы кезде Осман радиаллаху анху жаңағы мұсылмандарға, тіпті мұсылман емес жаңағы Мәдинадағы басқа кең бағалы жалпы қарапайым халықтың барлығына мынандай үндеу жасайды. Менің кезегім аптаның осы күндері, яғни бүгін менің кезегім болған күні сендер 2 күн ішетін су алып алыңдар дейді. Әрі тегін беремін мен сендерге, тегін деп сөйтіп жаңа адамдардың барлығы Осман радиаллаху анхуның кезегі болған күні келіп 2-3 шелектен суларын алып кетеді. Ертесі күні жаңағы су алуға келетін адамдардың саны күннен күнге азая бастайды. Яғни мұны байқаған Яһуди Осман радиаллаху анхуны шақырып алып, құдығының қалған жартысында сатып алуға ұсыныс жасайды. Сөйтіп Осман радиаллаху анху жаңа құдықтың тең жартысын тағы сатып алып, яғни бүкіл құдықты толығымен Мекке, Мәдина халқына сыйға тартады. Яғни уақыф дейміз ғой. Мынау жаңағы бір қор, қайырымдылық қордың несі сияқты. Яғни солдан бері 14 ғасырдан бері бұл құдық күні бүгінге дейін Мәдина қаласында жалпы Мәдина халқының қажеттілігі үшін тегін жұмыс істеп келеді. Міне осы жағдайдан кейін жалпы яғни исламға әлі келмеген адамдардың өзі, яғни сол кездегі Мәдинадағы мүшриктер болсын, кейбір яһудилер болсын, яғни мұсылман емес, яғни дүниені мақсат еткен адамдарға өзінің жаңағы бір мүмкіндігін пайдаланып оларды жаңағындай монополиялық жолмен базарға иелік ету, сол арқылы адамдардың бәрін өз қолына қаратып, соларды кіріс көзіне айналдыру бір тіршілігін. Осындай әділетсіздіктің бұрыннан жалғасып келе жатқанын көріп отырған халық бірден жаңағындай тегін су таратып, ешқандай ақы талап етпеген мұсылмандардың бұл ісінен қатты әсерленіп, яғни исламға, иманға бет бұрған адамдардың саны күннен күнге арта түседі. Яғни бұл жерден нені байқаймыз? Міне бұл Осман радиаллаху анхуның Мединедегі бір ісі ғана емес. Бұдан кейін Осман радиаллаху анху бастаған, Абдурахман ибн Ауф бастаған сахабалар бір-бірден базарға, бұлар Меккеде сауда істеп, сауданың әбден жағындай тәсілін меңгерген сахабалар, бұлар Мединенің базарына кіріп, саудамен айналыса бастайды. Сөйтіп, бұлар жағындай саудаласудың, құдықты қалай саудаласып алған жайлы біз айттық. Қандай бір тәсіл қолданғаны, адаммен қалай сөйлесе білу керектігін меңгерген сахабалар. Міне осылар Мединенің жаңа сауда базарын иелей бастайды. Кейін егіндік жерлерді жалға алу арқылы адамдарға арзан бағада жалға беріп, яғни кейбіреуіне тегін тіршілік ету үшін тегінге жалға жер алып беру арқылы, егіндік жерлерін сатып алу арқылы жалпы Мәдинадағы негізгі кіріс көзі саналатын базар, егіншілік, шаруашылық. Егіншілік дегенде бұл жерде құрма бағы, бидай, күріш сияқты егіндер өте кең, көп жағындай егілетін болған. Жаңағы біз атап өткен құдықтың суымен неше мыңдаған гектар жердің жер суарылатын болған егіндік жерлері. Міне осыдан кейін уақыт өте келе жалпы Мәдина қаласының экономикасы мұсылмандардың қолына өте бастайды. Яғни Осман радиаллаху анху біз ойлағандай өте жұмсақ,
meyrimde, juvas, ündemey jüre berетін bir adam емес. Öte akıldı. Öte yani adamzattың o жерде жаңағы кетіп жатқан ақысы үшін күресе білетін. Адамдар арасында тепе-теңдік орнатып, кәсіпсіз жүргендерге кәсіптенудің жолын, негізін қалап беретін, қоғамдағы проблеманы жаңағыдай ұзақ уақыттық бір мақсат жоспарымен шеше білетін осындай ақыл парасатты сахабалар еді. Яғни олар барып қазіргі кезде біз қайырымдылық десе нені түсінеміз? Қайырымдылық десе бір жетім жесір, бір көшеде қол жайып отқан адамға барып 5-10 тиын беріп, 1-2 тонна көмір түсіріп беріп, мектепке баратын кезде 1-2 сумка, баласына сумка алып берумен біз мұны қайырымдылық деп білеміз. Әрине бұл да қайырымдылық бар, бірақ та бұл қайырымдылықтың ең төменгі деңгейі деп айтуымызға болады. Қайырымдылық дегеніміз не? Адамдардың деңгейіне қарай, адамдардың қолынан келетін істің түрлеріне қарай өзгереді. Ал Осман сияқты және қолына үлкен істі келетін, қолында үлкен қаражаты бар адамдар, олар қайырымдылықты жаңағындай адамдардың кәсіптену жолында жұмсады. Яғни жаңағындай бір құдықты сатып алу арқылы ғасырлар бойы адамдардың суға деген тапшылығын шешті, проблеманы шешті. Жаңағындай егістік алаңдарды белгілі бірнеше адамның қолындағы монополиялықпен өтіп кеткен жерлерді сатып алу арқылы жаңағы егін салуға қабілеті бар адамдарға арзан бағада жалға беру арқылы, тіпті соларға арзан бағада соларға сатып иелігіне өткізу арқылы Медине халқының, сол Медине халқы арқылы айналасындағы көптеген елдердің, тіпті әлем мұсылмандарының аяққа тұруына ықпал етті. Сол арқылы біз енді көп жағдайда мынандай ислам дінін қабылдау, адамзаттың ислам дініне бет бұруын көп жағдайда өте таяз қабылдап жатамыз. Мысалы өткенде де Омар ибн Хаттабтың жайлы сабағымызда да айтып өткенбіз. Мысалы Омар ибн Хаттаб бір 10 жылы халифалық кезеңінде шамамен әлі жер шарының, яғни осы дүние жүзінің 3/2 бөлігіндей, яғни жерге билігін жүргізді. Бірақ сол билігін жүргізген кезеңдегі неше миллиондаған халықтың 90-95% ислам дінін қабылдады. Солар қорыққаннан ислам дінін қабылдады ма? Жоқ. Неге? Мысалы біз ол кезде де айтып өткенбіз. Өткен мысалы ғасырда Кеңес одағы бізге 70 жыл билігін жүргізді. Атеистік көзқарастың жағындай несін саясаты жүрді. Бірақ біз дінімізден бас тартып кеттік, бас тартып кеткен жоқпыз. Тура сол сияқты 10 жыл билік жүргізген Омар ибн Хаттабтың кезеңіндегі адамдардың барлығы дінге қорыққанынан кірді ма? Жоқ. Яғни ол әділдігімен сүйсіндіре білді. Қоғамдағы проблемалар шешуімен сондай ықпал етті. Міне тура сол сияқты мына Осман ибн Аффанның жаңағындай халық үшін, жалпы адамзат үшін істеген, Алла разылығы үшін деп отырып, осындай істеген игілікті істері, яғни адамдарға теңдік алып беруі, кәсіпсіз жүргендерге бір кәсіптің көзін ашып беріп, өмір сыйлауы, яғни сол Мәдина халқының иманға келуіне үлкен бір түрткі болды. Айналасындағы басқа Таиф, тағы басқа елді мекен қаладағы елдердің де иманға келуіне себепкер болды. Яғни дінге деген жанашырлық, қайырымдылық деген нәрсе негізі осы мағынада жасалу керек. Яғни біз мысалы қазір бір адам мол сауап тапқысы келеді делік, ислам үшін үлкен бір игілікті істегісі келеді. Не істеу керек? Мысалы сіздің өз деңгейіңе қараңыз, деңгейіңізге. Егер сіз белгілі деңгейде қолыңызда үлкен қаражатыңыз бар болса, онда біздің Қазақстан халқы неге мұқтаж? Мысалы жаңа Мәдина халқы су тапшылығы, шөл жазирада өмір сүргендіктен олар күнделікті ауыз суынан тарығатын. Ауыз суы проблема еді. Яғни бір шелек суды керек десеңіз $1000 дейін сатып алуға олар пейіл, дайын. Неге?
Өйткені ол тіршілік көзі. Ал Қазақстан үшін, біздің халқымыз үшін ең маңызды тіршілік көзі не? Мысалы, өзіңіз өмір сүріп жатқан ортада, ауылды елді мекенде. Ал енді сіздің қолыңыздан келгеніне қарай осындай проблеманы шешу жолында қадам жасау, бұл ертең халқымыздың, жалпы адамзаттың теңдікте өмір сүріп, баянды, бақытты ғұмыр кешу үшін, яғни ғасырлар бойы ұзақ уақыт баянды ғұмыр кешуіне бұл жол ашады. Міне Осман радиаллаху анхуның өміріндегі, мен енді сіздерге әзір тағы бір мәселесі жайлы тоқталып өтетін боламын. Бірақ осы Мәдинада бір құдықты сатып алу арқылы, яғни мыңдаған халықтың ауыз су проблемасын шешті. Егіндік суларын олар, мысалы, бір сағат бойы егін суарса, ол егіннің белгілі деңгейде 10-20% кірісі кетіп қалатын еді. Бірақ егіндерін тегін суаруына қол жеткізді қарапайым халық. Міне сондықтан біз айтып отқан Осман радиаллаху анху болсын, Омар ибн Хаттаб болсын, Әбу Бәкір болсын, бұлардың не үшін көз тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленді? Бұлар неге ғасырлар бойы миллиондаған, миллиардтаған мұсылманның көңілінен жол тапты? Неге біз олар жайлы сөз етеміз? Неге олар біз оларға деген құрметіміз шексіз? Міне олар жалпы адамзаттың бақытты ғұмыр кешуі жолында осындай теңдессіз үлкен игілікті істерге түрткі бола білді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, міне осындай олардың мәрттік дейміз, яғни осындай бір көз ашық, өте сондай ақылды, парасаттылықтарына сүйсініп, яғни Осман радиаллаху анхуның осы күнге дейін жасаған барлық қателіктеріне осы ісі жеткілікті дейді, яғни кешірілуіне, күнәсінің кешірілуіне. Міне көріп отырсыздар, жалпы Осман радиаллаху анху дегенде көп жағдайда, мысалы, қарапайым кейбір мен естіп қалған мұсылман бауырларымызда мынандай бір сөз бар. Жаңағындай өте жұмсақ болған екен, өте жаңағындай өзінің билік жүргізген халқына иелік ете алмай қалған екен деген сияқты өте бір таяз түсінік осындай бар. Бірақ Осман радиаллаху анху исламға алғаш келген кезеңнің өзінде, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз тірі кезінде пайғамбарымыз айтады, 2 қызы бірде дүниеден қайтқанда, менің 40 қызым болса, 40 қызымның барлығын Османға берер едім дейді. Неге Османға қызым беруге пайғамбарымыз ынтық? Яғни неге, әрине 40 қызы жоқ. Бірақ неге сондай 40 қызымды берер едім деп, сондай көптің анда үлкен бір марапатқа лайықты етіп оны құрметтейді. Яғни көрдіңіз бе, Осман радиаллаху анху жаңағы бір ісінің өзі адамзаттың, яғни күні бүгінге дейін, яғни сол Мәдина халқының, былай нақтырақ атап айтсақ, 14 ғасырдан бері су тапшылығынан, яғни ауыз су тапшылығынан құтылуына себепкер болған сахаба. Ол оңай нәрсе емес. Ол жаңа біз ауызбен айтқанда оңай әрине. Сол арқылы мыңдаған адамдардың иманға келуіне себепкер болып отыр. Бүгін мысалы қажылық жасап жүрген біздің Қазақстандағы әрбір бауырларымыз қажылыққа барған кезінде Мәдинадағы сол құдықтан барып суын ішеді. Мәдинада қазіргі таңда жалпы араб түбегінде су проблемасы жоқ. Неге? Су проблемасының ең шешілген қайнар көзінің бірі міне осы құдықтың Осман радиаллаху анху тарапынан сатып алынып, вақф дейміз ғой, жалпы адамзаттың игілігі үшін, суының тегін таратылу үшін адамзаттың игілігіне, яғни тегін сыйға тартылуында. Сондықтан Осман радиаллаху анху сынды жалпы сахабалардың олардың иманға келуі міне осындай бір үлкен адамзат тарихындағы үлкен мәселелерді бір жақтылы етумен, яғни сол мәселелерді шешу
сынды, яғни батырлықтарымен, өте тапқырлық, алғырлықтарымен, сол иманның арқасында осындай бір үлкен мәрттіктерімен олар ислам дінінде үлкен сый құрметке, мәртебеге лайықты жандар. Енді Осман радиаллаху анху осындай игілікті істерінен тағы бір оқиғаны айтайық. Яғни Мәдинаға келгеннен кейін бір 9 жылдан кейін 9-шы жылы хижреттің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бірге умра қажылық жасау үшін Меккеге жолға шығады. Міне сол Меккеге таяған жерде Осман радиаллаху анхуны елші ретінде Мекке мүшриктеріне жібереді. Яғни Мекке мүшриктері бірден бас салып өлтіруі мүмкін. Бірақ мыңдаған сахабаның ішіне неге Османды жіберді? Яғни Осман бұл елшілік қызметінде өте тыңғылықты атқара білетін, адамдармен сөйлесіп, жағындай шарт, келісім шарт жасаса білетін дипломатиялық қабілеті де бар. Сосын Мекке мүшриктерінің алдында да белгілі деңгейде абыройы, мәртебесі бар, сөзі өтімді бір адам екенін көрсетеді. Мұсылмандар тарапынан да, мүшриктер тарапынан әр екі жақтың да және көңілінен шығуға бірден бір адам Осман екенін көрсетеді. Яғни мұндай бір үлкен істі сеніп тапсыру, сенің бір қас жауыңа, бірнеше дүркін үлкен арада соғыс болған бір қас жауыңа елші ретінде Осман сынды адамдардың таңдалуы, оның сол қоғамдағы жалпы мұсылмандар арасында болсын, мүшриктер арасында болсын, қаншалықты абыройға ие екенін, бір мойнына алған істі соңына дейін қалай атқара білетіндігін, екі сосын жаңағыдай осындай қиын мәселелердің шешімін таба білетін бойында да сондай бір білімнің, қабілеттің барлығын көрсетеді. Міне осы кезде Худайбия келісімі деп аталады. Бұл жерде 10 неше шартпен келісім жасалады. Келісімнің бәрі бұлай сырттай қарағанда мұсылмандардың зиянына көрсетіледі, бірақ бұл мұсылмандардың пайдасы үшін шешілген бір келісім еді. Әрине ол кең тақырып, біз бірақ ол жайлы тоқталмаймыз. Бұл жерде Осман жайлы тоқталамыз. Осман радиаллаху анху Мекке мүшриктеріне барған кезде ол жаңағы 1-2-3 күн қайтпай кешігеді. Осы кезде халық арасында енді өсек тарамай жатпайды ғой. Осман радиаллаху анху шәһид етіліпті, яғни мүшриктер тарапынан жазым етіліпті, өлтіріліпті деген өсек тарайды. Яғни осыны естіген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы сахабалардың барлығы бірден аяққа өре түрегеліп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі қолын бірдей көтереді. Сол кезде сахабалардың барлығы қолын көтеріп серттеседі. Яғни Османның қанын алуға, кек алуға серттеседі. Негізі жалпы адамзат тарихында елшіге қол көтеру, қол жұмсауға болмайды. Ол қазіргі біздің мына зайырлы мемлекеттердің дипломатиялық қарым-қатынасында да сондай. Міне осы кезде сахабалар таңғалып сұрайды: "Я Расулалла, сіз неге екі қолыңызды бірдей серт беру үшін көтердіңіз?" дегенде, бір қолымды өзім үшін, екінші қолымды мен Осман радиаллаху анху үшін осы үлкен бір келісім серт үшін серттесуге, яғни жаңағы Осман үшін кек алуға, баруға жаңағы дайынбыз деген серттесу еді. Бұл ислам тарихында Байғатур Редуан, Редуан серт, Редуан деген ағаштың түбінде серттескен. Енді осындай мұсылмандардың Османның кегін алу үшін жаңағы умра қажылыққа келіскен мұсылмандардың соғыс ашқалы жатыр екен деген тақпырт мүшриктерге жеткенде бірден олар Осман радиаллаху анхуның тірі екенінен хабардар етеді. Яғни көрдіңіз бе, тіксініп қалады. Кейін енді қысқасы Осман радиаллаху анху аман есен оралады. Кейін тағы осындай бір барыс келістер жасау арқылы келісім шарт жасалады. Яғни бұл жерде біздің айтпағымыз болғаны, Осман радиаллаху анху қарапайым адам арасында
өте мейірімді, өте жұмсақ, жаңағындай көзін харамға салмайтын, тіпті басында айтып өткенімізде, яғни қарсысындағы адамның бойынан бір әдепсіздік, және ашық-шашықтық, сондай бір тәрбиесіздікті көрсе ұялып, көңіліндегі ойды айта алмайтын, сондай өте жаңағындай ұяң, өте сондай бір тәрбиелі адам еді. Ал енді сонымен қатар ол неше дүркін миллиардтаған, яғни қолындағы байлығын, миллиондаған дүние мүлкін Алла жолына жұмсай білді. Соның бір мысал ретінде біз жаңағы құдық сатып алу мәселесін айттық. Одан тыс жаңағы Тәбүк соғысында жаңағы 100 түйе керуенімен, одан басқа тағы көптеген дүние мүлкін Алла жолына атағандығы, тағы басқа мұндай Алла жолындағы жұмсаған дүние мүлкінде, яғни сан жоқ. Енді сонымен қатар Осман радиаллаху анхуның ғылым білімде де, яғни адамдармен тіл табыса білу, жаңағы мемлекет аралық, дипломатиялық сондай қақтығыстарда бейбітшілікке айналдыра білу, екі жақтың арасын жарастыра білу, келесі жылы мұсылмандардың умра хажылық жасауына жол ашу, 10 жыл бойы мұсылмандар мен мүшриктер арасында соғыстың болмауына келісім шарт жасасу сынды осындай ислам тарихындағы өте ықпалды үлкен істердің себепкер болған, түрткі болған бұл біздің Осман радиаллаху анхумыз еді. Міне қарап отырсаңыздар, бұл Осман радиаллаху анхулар несімен мәртебелі, несімен құрметті. Осындай қоғамдағы үлкен проблемаларды шешіп, яғни бір белгілі адамзаттың өркениетіне, адам баласының тең құқықтарын тапталмауына осындай ықпал еткендіктен олар жаңағы үлкен сый құрметке лайықты болған жандар. Алла олардан разы болсын. Енді Осман радиаллаху анхуның біз осы жерде айтуға тиісті тағы бір өте маңызды мәселе бар. Ол халифа болып тұрған кезіндегі Құранның жинақталуы. Құран дегенде не есімізге келеді? Құрансыз исламды, яғни мұсылмандықты Құрансыз, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Құрансыз, Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламсыз, яғни оның сүннетінсіз бірінен бірі бөліп қарауға келе ме? Келмейді. Яғни біздің бүгінгі осы ғасырлар бойы, 14 ғасырлар бойы миллиардтаған мұсылманның қолындағы, яғни бүгінгі кез келген біреуіңіздің қолыңыздағы Құранды арылып, анау Осман радиаллаху анху тарапынан, жаңағы енді Әбу Бәкір тарапынан жинақталған Құран білесіздер. Кейін Осман радиаллаху анху тарапынан көп нұсқа етіп, жаңағы Басра, Куфа, Мекке, Шам, Мәдина сияқты негізгі ислам мұсылмандарының орталықтарына бір-бір нұсқа етіп таратылып, сол елдерде тағы көбейтіп таратылған. Яғни 14 ғасырдан бері миллиардтаған мұсылмандардың қолында әрбір Құранды салыстыратын болсаңыз, қазіргі Ұлыбританиядағы жаңағы архивтегі сол кезеңдегі жазылған Құранды алып шығып қараңыз. Қазіргі мына Топкапы дейміз, Стамбул жаңағы архивтегі мұражайындағы Осман радиаллаху анху тарапынан жаңағы жазылған сол 5-6 Құранның бірін алып қараңыз. Өзбекстандағы мұражайындағы Осман радиаллаху анхуның өзі оқып отырып, жаңағы шейіт болған кезде қаны тамған Құранды алып қараңыз. Яғни бүгінгі қолыңыздағы Құранның осыларын кез келгенімен салыстырсаңыз, немесе бір сүнниттің қолындағы Құран мен шииттің қолындағы Құрандарды салыстыратын болсаңыз, сүрелердің реттілігінде болсын, аяттардың реттілігінде болсын, тіпті әрбір сөз әрпіне дейін 100% бірдей. Міне осындай мұсылман арасындағы бірлікті сақтауға ең үлкен ықпал ететін нәрсе не біздің арамызда? Соны айтыңыздаршы. Ол Құран. Яғни қасиетті Құранды бәріміз оқимыз. Қасиетті Құранның сүрелерімен құлшылығымызды жасаймыз. Қасиетті Құранның үкіміне лайық біз
senimimizdi bekitemiz. Sol arqılı biz huquqtuq meselelerimizdi naqtılaymiz. Yani İslam tarixindağı mına senimlik mezhepler bolsun, fiqh yani huquqtuq mezhepler bolsun, bularning barliq sopuluq mezhepler bolsun, bularning barliq osu Qur'anning düşündürülgen yoldары, yani düşündürmösü, Qur'anға jasalgan bir tafsir. Solay düşünümüz gerek. Bugün İslam tarixinde mыңdаған tafsir kitaplar, hadis kitaplar, fiqh, aqida, sopuluq kitapların barlığı bu Kur'an Kerim'nin düşündürmösü. Al endi osu Kur'an Kerim'nin osunday bir jüyelükpен düşündürülüp Müslüman birligin saqtauga da, yani onun osunday bir neçe nusqaga köbeytilip жалпы musulmanların negizgi şoğur ornalaskan, basqarılıp durgan eldi mekendерге taratılığı, yani bir izdilikte saqtau üçün kerek edi. Osu iş Osman radiyallahu anhu tarafından mine қолға alınıp istelinген. Yani osunday bir үлкен іске sebepkir bolgan sahaba, yani halifa bolup turgan кезінде. Әрине бұл жерде әр халифаның өзінің ерекшелігі бар. Men misal Ebu Bekir'de aytатын bolsak, бұл кісі халифа болған кезде жаңағыдай жалған пайғамбарлар, зекетті бермейміз дейтін, осындай қоғамның бүтіндігін бұзғысы келетін топтар пайда болды. Егерде Ebu Bekir сияқты bir жаңағындай дана, сондай bir tez шешім қабылдайтын bir сахаба билікке келмегенде, мүмкін сол кезде İslam қоғамы bir neçe bölükке bölünüp мүмкін шашырап кетер еді. Бірақ Алла Тағала осындай bir қиын қыстау кезде, yani бізде елдің алғаш егемендік алғанда не істедік? Алғашқы bir 10 жылымызда біз өзге елдермен шекарамызды анықтадық. Айналамыздағы үлкен алып елдермен жаңағындай белгілі үлкен мәселелер төңірегінде келісім шартқа отырып, yani özümüzдің, memleketimizдің negizgi pozitsиясын, ұстанымын, territoriyamızda anıqtadık. Tuğra sol siyaқты Ebu Bekir radiyallahu anhu osunday memleketin turaqtılığın retteu turğusundan үлкен мәселені ретке келтіріп кетті. Ал енді одан кейін Omar radiyallahu anhu öz халифалық кезеңінде жалпы халқының, өзінің билік жүргізген халқының арасында әділдіктің, адамдар арасында теңдіктің, адамдардың құқығының тапталмауы, yani ішкі тұрақтылықты жөнге келтірді. Соны жөнге келтіре отырып, İslam territoriyasının kengeyuіне ықпал етті. Ал Osman radiyallahu anhu өзінің халифалық кезеңінде ол алғашқы екі сахабаның ісін арғарай жалғастыра отырып, жалпы мұсылман халқының ең жәгі тәжісі болған қасиетті Құр'ан Кәрімнің түрлі қирағатпен оқылып, әркімнің түрлі нұсқаларының ортаға шығып кетпеуін алдын ала отырып, қасиетті Құр'анда bir neçe көп нұсқаға bastırıp, yani jazdırıp, son taratу arqılı, yani бүгінгі дейін, yani 14 ғасыр бойы Kur'an Kerim'de biz қолымыздағы Osman, At-Tabiqatul Osmaniye, Osman баспасы деген Kur'an'da оқимыз. Kez gelgeniniz қолыңызда Kur'an'da алып қарайтынсыз. Mine бұл Osman radiyallahu anhu'nun sebepkerligiмен Kur'an'ның көп нұсқаға taralып, жалпы мұсылман қоғамында, yani ғасырлар бойы Kur'an'ның bir ізділігін жоғалтпауына белгілі деңгейде себепкер болды. Mine қарап тұрсаңыз, бұл жай нәрсе емес. Yani bir қарағанда bir бола салған сияқты, бірақ бұған бір үлкен бір парасаттылық, бір үлкен бір шешім қабылдай білу. Әрине әрбір халифаның айналасындағы сахабалар да көреген еді, олардың да ықпалы болды. Болғанмен бұл халифалыққа келген 4 халифаны біз айттық басында. 4 халифа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, yani пайғамбарлардың бойынан табылуға тиісті
4 сипаттың көрінісі пайғамбар дүниеден қайтқаннан кейін ары қарай жалғасын тапқан. Міне сондықтан біз Рамазан айында өздеріңізбен осы 4 халифаға деген құрметіміз шексіз болғандықтан сол халифалар жайлы сабағымызды өткізуді қаладық. Сол нәсіп болып отыр. Сондықтан бұл әрбір халифаның орны біз үшін үлкен ерекше, сол құрметімізде шексіз. Жалпы бүгінгі Осман радиаллаху анху жайлы қысқаша осы, яғни 3 негізгі қырына тоқталдық. Бір, оның бойындағы көркем әдем ақылақ мінез. 2, жомарттық, яғни жомарттық арқылы қоғамдағы үлкен проблемаларды шешіп, мұсылман қоғамының кедейліктен арылуына себепкер болғандығы жайлы айтып өттік. 3, билік жүргізіп тұрған кезде де жалпы мұсылман әлем үшін, адамзат үшін қандай қадамға бару керек, қандай істі бірінші істеу керектігін таңдай білді. Сол арқылы Құранды көп нұсқамен таралуына себепкер болды. Әрине бұдан басқа да істер көп, бірақ біздің енді уақытымыз шектеулі болуына байланысты жалпы Осман радиаллаху анху жайлы осы 3 қырына тоқталып өтуді жөн көрдік. Алла қаласа келесі сабағымыз 4-ші халифа Әли радиаллаху анху жайлы болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.